достар, бүгін бізде өткен тока-бока жақсы көрмейтін қызы үшінші сериясында мен сіздерге жақсы бай отбасы деген емес, одан кейін жұмбақ үй деген видео салатынымды айтқанмын. Ал бұл видеоның аты бай отбасы деп аталады. Сіздерге қазір таныстыра кетейін. Мынау екінші қызы, кішкентай қызы, бұның аты Лия. Мынау үлкен қызы, бұның аты Лили. Мынау анасы, аты Дженни. Мынау қызметші қыз, аты Дженнис. Мынау қызметші повар, повар. Атын ұмытқанмын. Мынау да қызметші. Мынау охранник бізде. Қазір бұлар үйді күзетіп, жұмыстарына дайындалып отырған кезінде үйлеріне жаңа бай отбасы келеді. Мә, анашым, мына үй деген 2 этажный күшті үй ғой. Бұл неге осындай үй алмадық? Ол кезде мен жұмысымның жалақысы аз болатын, ал қазір жұмысымның жалақысы өте көп. Даже жұмыс істемей қойсам болады, бірақ жұмыс істемей қойсам мына үйден айырылып қалуымыз мүмкін. Неге бағаннан бері ашпай тұрсыңдар есікті? Ашпайсыңдар ма? Анашым, оларға ашпай қойыңыз. Анашым, оларға айтқанмен түк пайда жоқ. Соны айтам. Неғып тұрсыңдар, жұмыстарына кіріссеңдерші. Сен үй жинайсың, сен бала қарайсың. Бала қарайтындай. Анашым, бала қарайтындай. Үйде бала жоқ қой. Сен бізде үйде бір жағдай болып қалса, мысалы өртеніп, немесе үйдің жұмыстарын жасайсың. Сен поварсың, сен үй жинаушысың. Түсінікті ме? Сен үй жинаушысың, сен үй жұмысын жасайтынсың, сен охранниксің, как всегда. Әрине, ал біз кеттік, өзіміздің үйімізге жайғасып алайық. Қыздар таныстырып кеткен, бұл бізде кухня болады. Мынау бізде ванной. Мынау менің бөлмем. Қазір мен жайғасып алайын, сосын сендердің бөлмелеріңді көріп шығамын. Қызым, мынау кітап менікі, иә? Әрине сіздікі. Просто сізде салатын сумка болмағаннан кейін менің сумкама сала салған едім. Мына жоғары қояйын, әйтпесе біреу ұрлап кетер. Әрине. Ой. Мұнда сіздің затыңыз жоқ бе? Жоқ, әрине. Так, біз кеттік. Қарай жайғасайық. И біз үйімізге жайғасып болғаннан кейін тасыңдар деген сияқты. Бізде бассейн. Енді бізде гостиный. Перделерді ашып қоймай ма, жинаушы. Ау, Лили, сенің бөлмең әрине негізі тараз. Енді сендер бұны Лили сияқты заттар әкелмедім, сол кезде ана жерге жайғастырып қоятын. Саған тіпті жоқ болса бүйтіп қойған. Жарайды, ана жерді бір күн толтырармын. Толтырасың. Вот, мынау бізде ванной, мынау Лилидің бөлмесі. Мынау Лили, мынау Лила. Учение. Жарайды, қыздар. Луна деп Лили, сен жайғасып ал. Көмектесек пе? Жоқ, өзім жайғасып аламын. Видеокамера. Ақшамды біреу ұрлап кетпесін, мұнда қояйын. Бізде мұнда тұратын зат, короче. Оны кірге жуып тастау керек.
маска. Это мен үшін ценный зат. Қоямыз. Неғып жабамыз. Микрофон, камераның несі. Мұнда қоя тұрайық. Анашым маған сейф деп бере аласыз ба? Әрине қазір точно. Қазір саған сейф деп береміз. Міне. Сейфтің ішіне ақша, какой-то ценный зат қоюыңа болады. Әрине салып қойдым ғой такты. Кітаптар, всегда кітаптар. Сумкамды да қоям. Анамды қоям. Жарайды, киімді ауыстырып алайын. Мына просто киімді кие салдым, потому что киімдерді бұлғағым келмеді. Ой, иә, мынауды қылып қойдым. Жарайды, онда жайғасып болсақ кеттік. Жуға тістейміз дедік қой, иә? Кеттік жуға тістейміз. Бірінші таза барасыңдар ма? Анашым милый айтамыз. Мұнда қалғымыз келеді. Иә, мороженое жеп деген сияқты. Тамағымыз алынады. Жоқ ұрмайды. Чипсы жегіші. Бәрін тосып қойған ұят қой. Лила. Бәрін тосқанымыз ұят қой, жібермесе. Жеймін, не бопты? Фигураңа қарамайсың ба? Не бопты фигурама? Нормального фигурам. Аха, нормально. Уф, наконец-то шло уход. Сенерлік бара жатырмын, тез-тез. Қазір нашам үйде мороженое бар ма? Әрине. Так, менде мороженое. Сыйлаған бір киіміңді бере тұрсайшы. Әрине, сіңілім үшін бәрін берем. Жаныңды да бересің бе сонда? Әрине берем. Жүрмеқа. Айсың киген деп тұр, кез келгенін бере салшын. Бәрінен де жылысы болсын. Алып сынды жайып қояйық. Кепсін. Ух, енді үстім кішкене бір нормальный оқыған сияқты. Кеттік төмен кетсек. Мамамда өз жұмысымен жүреді, короче. Так. Мамамда үй жұмысын жасап бар, короче.
жер реттеп жүрген сияқты болады. Алма бізде қазір күлгіні көресіздер. Достар, қазір сіздер қызық көресіздер. Ол қазір суға батырып алады және жуып жүргенде есік ашылып ханымның бетін байқамай жуып жібереді. Және ханым оған ұрсып үйден қумақ болады. Сен не менің бетімді жуатындай мен бұлға ұқсап тұрмын ба? Жауап бергені. Кешіріңіз, мен байқамай қалдым, сіздердің келетіндеріңізді білмедім. Болды, сен жұмыстан қуыласың. Ханым, кешіріңіз, екінші рет қайталанбайды. Жоқ, жұмыстан қуыласың дедім ба, қуыласың. Енді қызметші сен боласың. Осы үшін айттым. Енді сен айлық алмайсың, ал мен аламын. Қызықтың көкесі деп осыны айтты. Кет, бар біздің үйден. Осылай ол жұмыстан қуылып шығып кетеді. Ей қыз, мына киімді алда, бар стиральныйға қойды. Стиральныйға қойып қой және үйді тазалап шық. Иә ханым, тазалаймын. Бұл екінші этаж тазалап болған сияқты. Тазалап болдым, енді пол жуып шығамын. Так, біз мұнда тұра тұрайық, қызға мешіт жетпей. Тағы да екінші этаж тазалап болған сияқты, полын жуып болған сияқты болады. Болды да жуып болдым, енді шең сүртіп